Үш күн бойы аталып өтілетін Құрбан айт мерекесі мұсылмандар үшін аса қадірлі, мән мағынасы зор мейрам. Бұл күндері Алла разылығы үшін құрбандық шалып, кейде әрі мұқтаж адамдарға, міскін жандарға қамқорлық көрсетеді. Сондай-ақ мұсылмандар көрші қолаң туған туыстарды аралап, айт құтты болсын айтысады. Осындай орны ерекше мерекеге арнайы келген елбасы өзінің ізгі ниетін білдірді. Бүгін барлық мешіттерде, барлық тараптарда, өңірлерде мұсылмандар жиналып, өзінің кәдесін жасап, дұғасын оқып жатыр. Тәуелсіздік жағдайында біз осындай жағдайға жеттік. Барлық жерлерімізде мешіттерді салдық, еркіндік бердік. Осының барлығы тәуелсіздіктің арқасы. Отанды сүю иманнан деген сөз бар. Біздің ислам, мұсылман деген сөздің бір мағынасы бейбітшілік. Елімізге бейбітшілік, халқымызға тыныштық, шекарамызға бүтіндік, соны тіледіңіздер деп мен ойлаймын. Сол тілегіміз бәрімізге қабыл болып Алладан орындалсын. Себебі елдің бірлігі, халықтың тыныштығы, болашақтың баяндылығы болып саналады. Тәуелсіздігіміздің тұғыры да мінекей сонда жатыр. Отан сүйгіштік мұсылманнан біз бәріміз дүниедегі барлық мұсылмандардың ауыз бірлігі болсын, бейбітшілік болсын деп ойлаймыз. Менің де айтып жүргенім сол. Мен айтып жүргем, қазір де айтайын, ана жылдары тәуелсіздіктің таңы атып келе жатқан кездерде мен де Меккеге, Мединаға барып, Қағбаның ішіне кіруге жағдайым болған. Сол кездегі 1992 жылы тілеген тілек, елімді аман, жұртымды тыныш қыл, қазақтың бағын жаңғыза көр деп тілеген болатынмын. Құдайға тәуба шүкір, мінекей 20 жылдығымыздың қарсаңында қазағымыз, халқымыз дүние жүзіне белгілі болып, сыйлы болып, құрметті болып, 57 елдің басшысы мінекей жиналып, Астанада бас қосып, Қазақстанда тағы да дүние жүзіне танытуға қолымыз жетіп отыр. Осының барлығы Алланың беріп отырған шапағатыменен бізге деген күш қуаты болып саналады. Сондықтан құрметті ағайын, тілеген тілегіміз, айтқан сөзіміз барлығы елдің болашағы, тәуелсіздігіміздің баяндылығы, ауыз бірлігіміз болсын деп барлығынан тілейік. Алла тағала жаратқан ием әр уақытта тілегендердің тілегін беріп отыратын сондай өзінің қағидасы бар айтқан, оны бәріңіз білесіздер. Жиналып таңертеңден бері мені күтіп тұрғандарыңызға зор рахметімді айтамын сіздерге. Сіздер арқылы Қазақстанның барлық мұсылмандарына бүгінгі мерекеменен құттықтап, Алланың құлағына тілегіміздің барлығы жете берсін деп, бала-шағамыз аман болсын деп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп, жаратқан Алла бәрімізге денсаулық берсін деп, әр жанұяға тыныштық пенен бақыт береке болсын деп, еліміз болашақта тәуелсіздігін нығайтып, бай мемлекет болып, үлкен мемлекеттермен тереземіз тең бола берсін деп тілек тілеймін. Аумин. Құдайға шүкір, еліміз егемендігін алғалы бері мемлекетіміз көптеген жетістіктерге қол жеткізіп, көсегесі көгеріп келеді. Биыл Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымына төрағалық етсек, келер жылы ислам конференциясына басшылық етпекпіз. Жаңа Нұраң айтты, келесі жылы Құда қаласа, мұсылман елдерінің біріккен ұлттар ұйымы секілді ОИК деген үлкен ұйым бар. Орталығы Джиддада. Ода 57 елден тұрады, 57 мұсылман елі бар, білесіздер. Тіпті қазір Латын Америкасында мұсылман елдерінің қатарына бір ел қосылды, Суринам деген. Біз ислам мемлекетімізді. Солардың барлығы мінекей келесі жылы Қазақстан төраға болып, Қазақстанды келіп көрмекші. Осының барлығы президентіміз айтқанда тыныштықтың, бірліктің, ынтымақтың арқасында. Ынтымақ болса, Алла тағала береді. Ынтымағы жоқ ел азат, ынтымағы бар ел озат. Осы есте болсын, Алла тағала тілегімізді бере берсін.